Саламатсыздар ма? Біз бүгін кішкентай балаларға арналған мынандай стедик тоқып, пинетке тоқып үйренеміз. Мынандай пинетке тоқимыз. Жұмсақ әрі жылы, кішкентай балаларға ыңғайлы. Осындай. Бұған керекті затымыз Ализа Лана Голд деген жіппен тоқыдым. Мен вообще-то сіздерге Ализа Дива деген детский жіп бар. Сонымен тоқысаңыздар болады. Мен жай қолда бар жіппен тоқыдым. 2,5 миллиметрлік бізіміз. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ең бірінші 36 жіп аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мен 36 жібімізді тоқып алдым. 36 жібімізді. Енді оң жағына аударып, барлық қатарды оң тоқып шығамыз. Бірінші жібімізді снимать етеміз. Екіншіден бастап оң тоқимыз. Оң тоқып шығастар. Аяғына дейін 36 жібімізді түгел оң тоқимыз. Отыз бесінші жібім, соңғы жібін теріс тоқып аласыздар. Өйткені жаны, мынандай жаны тегіс шығу үшін. Жұмысымызды айландырамыз. Тағы да оң тоқимыз. Арқай оң тоқимыз. Дәл осылай оң тоқып, мынадан кейін тағы бір 2 қатар оң тоқып аласыздар. Қазір бір қатар тоқыдық, одан кейін бұлай бір қатар оң, тағы бір қатар оң тоқып алыңыздар. Мен енді 2 қатар дегем, тағы да мен бір қатар қостым. Кішкене сәл өкшесі қоныш ұзындау болсын деп, міне бізде теріс жағы. Мынау оң жағы болып келеді. Енді біз осы теріс жағынан ұстап, екінші өздеріңіз ұнаған жіптеріңізбен тоқи бересіздер. Мен қоңыр жіпті қостым. Бірінші жіпті біз оң тоқып аламыз, өйткені басқа кезде тоқығанда бірінші жіпті шалып аламыз ғой. Ал мына кезде оң басқа жіпті қосқандықтан, жаңа жіп болғандықтан оң тоқимыз. Мынау теріс жағы, сондықтан біз қалған жіптерімізді теріс тоқып шығамыз. Мына жіптерімізді кейін жасыратын боламыз. Бұл қатарды түгел теріс тоқимыз. Осылай аяғына дейін теріс тоқып шығыңыздар. Келесі қатарда мен узорды бастаймыз. Мынау теріс жағынан тоқып жатырмыз. Мен соңына келдім. Бұл узорымыздың бірінші қатары. Осылай аяқтаймыз. Енді оң жақ шетіне айландырамыз. Міне оң жағымыз былай түсті. Енді бірінші жіпті тоқымай іліп аламыз. Одан кейін бір жіпті былай теріс аламыз да, теріс тоқимыз. Жібімізді ары аудармаймыз, бергі бетінде, осы бетінде қалдырып, бір жіпті тоқымаймыз, тек қана келесі жағына өткіземіз. Қайтадан келесін теріс тоқимыз. Келесі жібімізді тоқымай іліп аламыз. Келесін теріс тоқимыз. Келесін тоқымаймыз, іліп, келесі бізге өткізіп аламыз. Дәл осылай аяғына дейін бір теріс тоқып, бір жібімізді шалып алып, іліп алып, тоқымай келесі біз. Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне узорымыздың соңына келдік. Мына жерде мен шаламын, іліп аламын, мынаны теріс тоқимыз.
Кейін бәрін артынан жасыратын боламыз. Енді жұмысымызды айландырып, бірінші жіпті шалып аламыз. Мына тоқымай іліп аламыз. Мына бірінші жаңа тоқымай іліп алып кеттік қой. Сол жібімізді оң тоқимыз. Қайтадан мына алдыңғы теріс тоқығанымызды мына жағынан да теріс тоқимыз. Міне шалып алған жібіміз тұр ғой, міне. Шалып алған жібіміз, соны оң тоқимыз. Сонда бір оң, бір теріс. Алдыңғы тоқыған жібімізді теріс тоқып, шалып алған жібімізді оң тоқимыз. Дәл осылай аяғына дейін осы узор бойынша тоқып шығамыз. Узордың соңына келдік. Оң тоқыдық. Енді алдыңғы басында теріс тоқығанды теріс тоқимыз. Әр бастағанда соңғы жібін, аяқтағанда соңғы жібін теріс тоқып отырамыз. Узорымыздың жаны мына жағы тегіс шығу үшін. Бірінші жіпті бүйтіп тоқымаймыз, іліп аламыз. Бұл узорымыздың төртінші қатары. Бірінші қатарында теріс жағынан теріс тоқыдық. Одан кейін біреуін іліп, біреуін тоқымай шалып алдық. Одан кейін узорымыздың үшінші қатарында шалған жібімізді оң, алдыңғы узордағы теріс жібімізді теріс тоқыдық. Енді мына узорымыздың төртінші қатары. Барлық жібімізді оң тоқып шығамыз. Оңды да терісті де бәрін осылай оң тоқимыз. Ең оңай, ең жылдам тоқылатын узор. Кішкентай балаларға қыста киюге жылы әрі ыңғайлы. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Узорымыздың аяғына келдік. Ең арты соңындағы жіпті теріс тоқимыз. Енді жібімізді жұмысымызды айланып. Міне мынау теріс жағы узорымыздың. Біздің узорымыз 4 қатардан тұрады. Енді келесі узорға мына бірінші жібімізді аламыз. Әр узорымыздың бірінші қатарында біз бірінші жіпті оң тоқып аламыз. Қалғанын былай теріс тоқып отырамыз. Теріс тоқимыз. Узорымыздың бірінші қатары барлық жіпті теріс тоқимыз. Аяғына дейін теріс тоқып шығамыз. Узорымыздың аяғына келдік. Енді сіздерге ыңғайлы, мынандай жіп біз ыңғайсыз болса, сіздерде мынандай екеулік, жай ғана спица болса, сонымен тоқсаңыздар болады. Енді узорымыздың екінші қатарында біріншісін іліп аламыз, екіншісін теріс тоқып, іліп алып, екіншісін теріс тоқимыз. Үшінші жібімізді тоқымаймыз. Мынай келесі бізге ауыстырамыз. Одан кейін теріс тоқимыз. Тағы іліп аламыз, келесін тоқимыз, келесін іліп аламыз. Өстіп, узорды аяғына дейін аяқтаймыз. Біреуін тоқып, біреуін іліп алып, жіптеріңіз бергі оң жақ бетінде тұрсын. Шалып алдық, теріс. Дәл осымен узорды соңына дейін тоқимыз. Узордың соңына келдік. Енді бұл мен 36 жіппен бастадым. Егерде узор қатты қиын болмағандықтан, сіздер бастағанда одан да көп алсаңыздар болады. Кіші тоқитын болсаңыздар, одан аз алсаңыз да болады. Мынандай жіп санын көбейтіп отыра берсеңіздер болады, өйткені узордың қатты қиындығы болмағандықтан. Енді қатты былай санап тоқитын узор емес, оңай болғандықтан сіздерге егерде көбейтіп үлкендеу размер жасасаңыздар, үлкендеу көбірек, мен 36 жіп алдым, мүмкін 40 жіп аласыздар, одан да көбейтіп алуға болады. Енді узорымыздың үшінші қатары. Біріншісін іліп аламыз, мына шалып алған жібімізді оң тоқимыз. Келесін теріс тоқимыз. Шалып алған жібімізді оң тоқимыз, теріс тоқимыз.
бір оң бір теріс, бір оң бір теріс. Дәл осылай аяғына дейін тоқимыз, бір оң бір теріспен. Қатты қиындығы жоқ, бірақ әдемі узор болып шығады. Соңына келдік, ең соңғы жіпті теріс тоқимыз. Бізде мынандай узор шықты. Бір қатар мынандай узор, енді мынау қара свет болғандықтан онша көрінбеуі мүмкін. Дәл осылай, тіпті узорды түсінбей жатсаңыздар, жазып алсаңыздар болады. Узор 4 қатардан тұрады. Бірінші қатарда теріс тоқимыз, екінші қатарда бірінші жіпті іліп алып, екіншісін теріс тоқып, келесін тоқымай, келесі бізге ауыстырып аламыз. Үшінші қатарда бірінші жіпті әр қатарда тоқыған сайын бірінші жіпті іліп аламыз. Жаңа жіп қосқанда ғана тоқимыз. Ал мына жіппен тоқып отқанда 4 қатар узорда бірінші жіпті шаламыз, соңындағы жіпті теріс тоқып отырамыз. Сонда неміздің, тоқымамыздың жаны осындай әдемі болып айқаспай түсіп тұрады. Солай 4-ші қатарда барлығын оң тоқып шығасыздар. Енді бұл қатар, мынау 4-ші қатар, бәрін оң тоқып шығамыз. Дәл осылай өздеріңізге қанша қатар керек, биік болады десеңіздер, өздеріңіз қалағанша қатарын көтере беріңіздер, узор қосып, жіп қосып. Әртүрлі қылып тоқимын десеңіздер де болады. Әркімнің өзінің қызыққанына қарай, әркім қалаған жіп. Мүмкін сіз бір жіп, бір свет, екінші свет, үшінші түрмен, үш түр қылып та араластырып тоқысаңыз болады. Әркім қалағанына қарай, бірақ узорымыз осылай түседі. Енді осылай өзіңіздің қалағанша қатарыңызды тоқып шығамыз. Қанша қатар қалайсыз, қанша қатар узор салғыңыз келеді, соған байланысты тоқып шығыңыздар. Мен узор тоқып аяқтадым. Мен қатты биік қылмадым. Мына жіптен, серый жіптен 3 қатар, қоңыр жіптен 3 қатар. Осы тұрған бойда өлшеп көрсек. Менде 6,5. Бұдан биік жасайым десеңіздер, өз еріктеріңіз. Былай қарай 14. Менде бір 14,5. Осылай, бұдан биік керек болса, одан да биіктетіп тоқысаңыз болады. Узорымызды аяқтадық. Енді біз мынандай бопышты ұстап байлап тұратын, баут өткізетін тесіктер жасаймыз. Басқа жіпімізді аламыз. Бірінші жіпті оң тоқып аламыз. Одан кейін жіп шалып, келесі жіпімізді теріс тоқимыз. Бүйтіп шалып аламыз. Екі жібімізді теріс тоқимыз. Шаламыз. Екі жібімізді теріс тоқимыз. Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Шаламыз, екеуін теріс. Соңына келдік, шалып алдық. Екі жібімізді тоқыдық. Одан кейін шалмаймыз. Шалсақ бір жіпіміз артық болып кетеді. Соңғы жіпті теріс тоқимыз. Енді мына бетіне аудардық. Енді барлығын оң тоқып шығамыз. Барлық жіпімізді оң тоқып шығамыз. Мына жаңағы шалған жіпімізді бұлай оң жағынан тоқимыз. Сонда бізде мынандай тесік шығу керек. Бұлай.
Бұлай осылай тоқи бересіздер. Узорымыз аяғына келдік. Соңғысын теріс тоқимыз. Енді біз ары қарай екі жанын қалдырып қойып, үстіңгі бөлігін тоқуымыз керек. Ол үшін үстіңгі бөлігіне мен 10 жіп қалдырдым. Мына жағында өзі 36 жіп бастағым, 10 жіпті ортасына қалдырсам, 13 мына жаққа, 13 мына жаққа бөліп алам. Ол үшін жаңағы жібімізді міне мен сіздерде басқа біз болса соған переснимать етіп алыңыздар, а менде мына осы бізбен тоқи беремін. 13 жіпті 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 жіпті бұлай қалдырып қоямын. Ортадағы 10 жіпті 1, 2. Енді мына жағынан мен 13 жіпті алып қоям. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Міне ортада 3, 6, 9, 10 жіп қалды. Мен осылай 13 жіпті бөліп аламын. Екі жағынан 13 жіптен алдым, ортасына 10 жіп қалдырдым. Сіздер мына жіпті қиып алып тастасаңыздар да болады. Ал мен қимаймын, просто тұра берсін. Мен келесі жіптен алып тоқимын. Мына тоқып жатқан жағымыз бас жағы мына жақ болғандықтан біз бұны теріс жағынан бастаймыз. Іш жағынан мен басқа жіпті алып тоқи беремін. Дел осылай. Осылай қойып, барлық жіпті біз оң тоқып шығамыз. Ортадағы 10, мынаның бәрін кейін жасыратын боламыз. Ортадағы жібімізді түгел 10 жібімізді оң тоқимыз. Ең соңында келгенде ғана соңын теріс тоқып аламыз. Ортадағы басқа екі жағындағы жіп тұрады. Мына ортадағы 10 жіпті тоқып отырамыз. Дәл осылай тоқып, оң жағынан да, сол жақ, теріс жағынан да, екі жағынан да оң тоқып отырамыз. Бірінші жіпті шалып аламыз. Одан кейінгінің бәрін ортадағы 9 жібіміз, 8 жібімізді оң тоқып, ең соңғы жіпті қай қатарда болса да теріс тоқып отырасыздар. Оң жағынан да, сол жағынан да. Дәл осылай өздеріңіз 10 қатар тоқимыз. Мен бұлай қарай 10 қатар тоқып алдым. Сіздер енді тоқығанда өзіңіздің балаңыздың аяғына өлшеп тоқысаңыздар болады. Мына ұзындықты өлшеп тоқысаңыздар. Мынадан да ұзартсаңыздар болады. Мен қазірше 10 қатар тоқып алдым. Енді аяқ киіміміздің бас жағын кемітеміз. Осы күйінше бекітіп тастасақ не қылады ғой, кішкене кемітіп кішірейтеміз. Біріншісін шалып аламыз. Екінші мен үшіншіні қосып оң тоқып аламыз. Екеуін біріктіріп. Ары қарай оң тоқып келіп, соңында 3 жіп қалғанда, соңындағы 2 жіпті оң тоқып, соңғысын бір қатар теріс тоқимыз. Теріс жағын тоққанда, теріс жағынан кемітпейміз. Теріс жағынан барлық жіпті оң тоқимыз. Келесіде оң жағынан тағы 2 жіпті кемітеміз. Біріншісін тоқымаймыз, іліп аламыз. Екінші мен үшіншіні қосып, екінші мен үшіншіні қосып алып тоқимыз. Соңғы 3 жіп қалғанда 2 жібімізді тағы оңға тоқып біріктіріп, соңғы жіпті теріс тоқимыз. Келесі жағын айландырып,
Менде міне 6 жіп қалды. 2, 3, 4, 5, 6 болды. Кемітіп басын округлей жеттім. Енді бұл жібімізді кесіп алып тастаймыз. Бұлай өлшеп алсаңыздар болады. Менде міне примерно 6,5 сантиметр шығып тұр. Сіздер тоқыған кезде керекті размерлеріңізді тоқып алсаңыздар болады. Енді біз жанын көтереміз. Сол себепті менде круговой жіп бізде болғандықтан мен мынаған переснимать етіп аламын. Ауыстырып аламын мына жіпке. Өйткені оң жағынан бастап тоқимыз. Мына жақтағы жібімізді қиып алып, оң жағынан бастаймыз. Қазір менде сері жіп болғандықтан мен ары қарай сері жіпті жалғастырып тоқимын. Бекітіп аламыз. Ары қарай барлық жіпті оң тоқып шығамыз. Мына жердегі жаңа қалдырып кеткен 13 жібімізді оң тоқимыз. Сіздерде енді жіп саны көп болуы мүмкін, менде 13 жіп. Осы 13 жіпті оң тоқып барамыз. Оң тоқимыз. Одан кейін міне жанындағындан мына жерді санаймыз. Мына жерде сізде қанша қатар болып тұр. Сонша қатар жіпті шалып аламыз. Менде 12 жіп. Мен 12 жіп шалып аламын. Мынандай не. Жанында мен мынадай болады. Әр қатарды. Осыдан 2, 3, 12 жіпті шалып алдым. Енді ортадағы 6 жібімізді тоқимыз. 12 жіпті шалып алдым. Енді мына ортадағы 6 жібімізді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Енді соңында теріс тоқымаймыз. Енді келесі бетінен тағы сондай мына жерде 12 жібімізді. Сіздерде енді 14 болуы мүмкін, 15 болуы мүмкін. Менде 12 жіпті іліп аламыз. Ары қарай мына жанындағы 13 жіпті тоқимыз. Мына енді міне 13 жібімізді тоқып алдық. Мынандай шықты. Енді жұмысымызды айландырып, бірінші жібімізді шалып алып, тоқымай іліп аламыз да, қалған ары қарай түгел оң тоқып шығамыз. Түгел осы қатарды оң тоқимыз. Ара басына шыққанша түгел оң тоқып шығамыз. Мына басына дейін оң тоқимыз. Дәл осылай бізде мынандай бір қатар шықты ғой. Осындайдан біз платочный вязкадан осындайдан біз 3 қатар тоқимыз. Қазір мына басына дейін барастар, одан қайтадан айланып тағы бір оң, теріс жағынан оң жағынан да теріс жағынан да оң тоқимыз. Қазір мына басына келеміз. Одан кейін тағы бір қатар, 2, 3, 4 қатар тоқимыз. Міне бұлай 3 қатар тоқып алдық. Платочный вязка міне 1, 2, 3. 3 қатар тоқып алдық. Енді бұл жіп бізге керек емес. Алып тастаймыз да келесі жібімізді. Ең оңай тоқылу. Оң жағынан да оң тоқимыз, теріс жағынан да теріс оң тоқимыз. Дәл осылай енді келесі спетімізді алып,
бірінші жіпті бұл жерде шалмаймыз, тоқып аламыз, өйткені бірінші жалғаймыз ғой. Осылай қосып аламыз. Бұл қатарда да бәрін оң тоқып шығамыз. Дәл осылай оң. Жұмысымызды аяғына дейін оң тоқып шығамыз. Дәл осылай оң тоқып отырып, бұл светтен де дәл осындай 2 қатар тоқып шығамыз. Бірінші қатарын аяқтадым. Жұмысымызды айландырып, теріс жағынан да оң тоқимыз. Бірінші жіпті іліп аламыз. Бұл жағада дәл осылай енді 1 қатар тоқисыздар, одан кейін тағы 2 қатар тоқып шығамыз. Дәл осылай мына басына барамыз, одан қайтып айландырып кеп, қайтадан теріс. Сонда мынандай платочный вязкадан мынандайдан 2 қатар тоқимыз. Мен дәл осылай 5 қатар тоқып алдым. Үстіңгі бөлігі дайын. 3 қатар қоңыр светтен, 2 қатар қара светтен тоқып алдым. Осылай шықты. Енді табанын тоқимыз. Табанын тоқу үшін егерде мына жерден жіпті кесіп алып тастап, мына жерден бастап ортасынан қоссаңыздар да болады. Бұлай тоқып барсаңыз да болады. Бірақ енді тоқып барғанда кішкене сәл өзгешелік болып шығады. Сондықтан мен кесіп алып тастаймын. Или болмаса мына жерге дейін тоқып барам. Мына жерге дейін тоқып барып, сәл өзгешелік болады. Оның қатты бір разницасы жоқ. Енді өздеріңіз көресіздер. Мен бірақ тоқып бара салам, қимай-ақ. Қазір менде 56 жіп. 56 жіптен тура ортасына табанға мен 6 жіп қалдырам. Сонда мына жағында 25, мына жағында 25, ортасында табанымызға 6 жіп қалады. Әдемі болып шығады десеңіздер, кесіп алып тоқсаңыздар да болады. Мен тоқи салам. 1, 25 жібімді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Жиырма бес жіп. Енді ортадағы 6 жібіміз 25 жіп, бір жақ жаныныкі. Енді 6 жібімізді былай тоқимыз. Ортадағы 6 жібімізді 1, 2, 3, 4, 5, 6 жіпті жанындағы жіппен қосып теріс тоқып аламыз. Ортадағы 6 жіпті тоқыдық. Мына жағымызда 25 жіп қалды. Бір жібін алдық, 24 қалды. Жұмысымызды айландырып, бірінші жіп шалып, тағы да міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 жібімізбен жанындағы жіптен алып оң тоқимыз. Енді жұмысымызды айландырамыз, оң жағына келдік. Біз енді табанымызды 6 жібіміз кішірек болады, сондықтан біз көбейтеміз. Оны қалай істейміз? Бұлай бірінші жіпті тоқымаймыз, іліп аламыз. Оң жағынан ғана қосып отырамыз. Бұлай екінші жібіміздің жанындағы жіпті бұлай көтеріп қосамыз да тоқып аламыз. 2 жіп болды. Ары қарай 3, 4, 5, 6, мына 7-ші жіп болды. Сол 6-шы жіптен бір жіпке жетпей, мына осы жақ жанынан аламыз. Соңғы жіптің алдында. Не тоқып аламыз. Мынау енді жаңағы 6-шы жібіміз болған, қазір 8-ші жібіміз болды. Оң жағынан тоқығанда, мына жақ жанынан жіп қосқанда теріс тоқимыз. Теріс жағынан тоққанда оң тоқимыз. Оң тоқыдық, бітірдік. Ал теріс жағынан, жұмысымыздың теріс жағынан біз қоспаймыз.
тек қана оң жағынан ғана қосып отырамыз. Міне 2, 3, 4, 5, 6, 7, ортадағы жібіміз 8 болды. Мына енді теріс жағынан оң тоқимыз. Әр қатарда жанынан қосып отырамыз бір жіптен. Біріктіріп тоқып. Енді оңға бұрамыз. Енді оң жағынан тоқығанда көбейтіп отырамыз. Бірінші жібімізді тоқымаймыз, іліп аламыз. Екінші жібіміздің мына жанындағы жіпті бізімізге ілеміз. Және де соны тоқимыз. 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, мына 9 жібімізді алдыңғы жіптен қосамыз. 9, мына 10 жібіміз болды. Оң жағынан тоққанда теріс жанындағы жіптен қосып аламыз. Теріс жағынан тоққанда қоспаймыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 10 жіп болды табанымыз. Теріс жағынан оң тоқып, жанынан қосамыз. Бізде сонда табанымыз 6 жіп еді, қосып 10 жіп болды. Мен тоқып біттім. Мына жағында 4 жібіміз қалды, мына жағында 4 жібіміз қалды. Міне оң жағынан. Мен оң жағынан, мына жағында 4, мына жағында 4 жіп қалғанша тоқисыздар. Енді біз көбейттік, және де біз енді табанын кемітіп отырамыз. Ол үшін не істейміз? Негізі жанынан, боковой жағынан да, астынан да кемітеміз. Бірінші қатарда шалып аламыз, пока 3 жіп қалғанша тоқимыз. Соңында 3 жіп қалды. Соңында 3 жіп қалды. Соңындағы 3 жіптің соңында қалған 2 жіпті біріктіріп, 2 жіпті кемітеміз. 1 жіптен кемітіп отырамыз. Тоқыдық. Енді оң жағынан теріс жанындағы жіптен қосалып тоқимыз. Енді жұмысымызды айландырамыз. Сонда біз табанынан да, жанынан да кемітіп отырамыз. Шалып тоқ 2. Соңында 3 жіп қалғанда 3 жіпті екеуін бірге тоқимыз. Келесі жібімізді оң жағынан, теріс жағынан келдік қой. Оң тоқимыз. Дәл осылай табанымызды да кемітеміз, жанынан да кемітеміз. Дәл осылай кемітіп, әр қатарда кемітіп отырамыз табанын. Оң тоқығанда да, соң тоқығанда да. Соңындағы 3 жіп қалғанда екеуін біріктіріп, өстіп 3 жіп қалғанша, бізімізде 3 жіп қалғанша кемітіп отырамыз. Бірінші жіпті шалып аламыз. Теріс жағымыздағы жібіміз бітті. Енді бізде 4 жіп қалды. 4 жіпті 3 жіп жасаймыз. Бірінші жіпті іліп аламыз. Екінші жіпті тоқимыз. Үшінші жібімізді неменде 3 жіп болды. Оң жағынан келдік. 3 жібіміз қалды. Бірінші жіпті шығарып тұрып, мына жібімізді арғы бетке өткізуіміз керек. Бірінші жіпті өткізіп тұрып, бірінші жіп пен екінші жіптің ортасына өткіземіз да, жібімізді қайтадан салып, бізімізге 3 жіпті біріктіріп, теріс іш жағынан 3 жіпімізді біріктіріп, мынандай бір жіп қапшығы барып аламыз. Мынандай оны инеге салып отырып, дәл осылай тігеміз. Бұлай оң жағынан ұстап отырып,
өткіздік. Былай тігіп отырсаңыздар, табанымыз жақсы болып бекітіледі. Бұл жерде мына жібімізді қиып тастап, жоғарғы жағына мына жіппен тігеміз. Осы жіппен тоқып, бұл кесіп алып тастадық. Енді оң жағынан ұстап тұрып, мына жібімізбен мына бетінен аламыз, келесі жағына өткіземіз. Мына бетінен аласыздар, келесі жақ. Сонда тігілген тігісіміз білінбей түседі. Мына жерден шығардық қой, келесіне келесі жібімізден аламыз. Не, былай өткізіп отырасыздар. Келесіде мына келесі жіптен аласыз. Дәл осылай тігіп шықсаңыздар болады. Не, арты әдемі болып түсті. Ешқандай да тігіс бітті. Мына жеріміз қатты да болмайды, тегіс болып түседі. Ал оған шнур тағу үшін мынандай шнурымызда. Мен әдеге екі түрлі светті пайдаландым. Мына жібімізді ұстаймыз да, крючоктан өткіземіз. Екі жібімізді. Былай тартып тұрамыз. Сонда мына бір жібімізді, мына бір светімізді былай орап аламыз. Мына қоңыр жіпті былай өткіземіз. Екі жіптен біреу өткіземіз. Мына жіпті ораймыз, крючокқа ілеміз. Екінші жібімізді алып өткіземіз. Мына жібімізді ілеміз крючокқа, екі жіптен бір жіпті өткіземіз. Дәл осылай. Дәл осылай тоқи беріңіздер. Өздеріңізге қанша ұзындықта керек, сондай мөлшерде осылай тоқып аламыз. Мына екі түрлі. Енді следик пинеткеміз екі түрлі болғасын, әдемірек шығу үшін осындай екі светпен тоқыдым. Міне өзімізге керекті размерде шнур жасап аламыз осылай. Содан кейін жанына қойсаңыздар да болады, алдына қойсаңыздар да болады. Дәл осылай бүйтіп өткізіп алыңыздар. Өткізіп аламыз осылай. Міне осылай бопшымыз дайын болды.